Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Садиқова Замзам Рауанқызы. Мен бұл жемқорлыққа айтар қарсы пікірім, жемқорлық қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлық көп осы жалғыз Қазақстан емес, қоғамда әлем бойынша үлкен елеулі орын алып кетті. Яғни бұл жақсы жағынан емес, жаман жағынан. Осы жемқорлыққа қарсы қазіргі уақытта көптеген жұмыстар жүргізілуде. Бірақ бұл жемқорлықты бірден жою мүмкін емес. Сондықтан оны бірден жою керек. Мен өз пікіріммен, яғни өзім осыған байланысты ұсынарым, қазіргі уақытта особенно жастар осы жемқорлыққа қарсы күрес жүргізе келгенде өздерін көрсете алмайды. Олар сыбайлас жемқорлықтың көбіне қатысты болып келеді, яғни бұл жастарға қатысты. Жастарға осы жемқорлыққа қарсы көптеген іс-шаралар жүргізу керек. Яғни оларға әртүрлі лекция оқу керек, аптасына болсын оларға тәрбие сағаттары ұйымдастырып, митинг ұйымдастырып, осылай жемқорлыққа қарсы әртүрлі өздерінің пікірлерін тастау. Осы арқылы жастар дами түседі. Яғни менің ойымша сыбайлас жемқорлықты осылай азайтуға болады. Сыбайлас жемқорлықты бірден жою мүмкін емес. Яғни бірден оны жою арқылы сыбайлас жемқорлыққа деген жастардың көзқарасы өзгереді. Осы арқылы жалғыз жастар емес, көптеген кейбір егде адамдардың өздері сыбайлас жемқорлық жайлы ойларын өзгертеді. Қазір уақытта сыбайлас жемқорлық үлкен белең алғандықтан пара қолдану, яғни жалғыз білімде университет басқа жерлерде емес, барлық жағынан да мемлекетте де, білім ордаларында да, барлық жерінде де сыбайлас жемқорлық үлкен өзгеріс алып дамып келеді. Осы сыбайлас жемқорлықты өзгерту үшін әртүрлі іс-шаралар жүргізу керек. Бұл, яғни зорлап әрекет жүргізбеу керек, бірақ барынша адамдарды басқа жаққа өзгертіп, олардың осы сыбайлас жемқорлықты жоюға қарсы әртүрлі іс-шаралар жүргізу.